Қайырлы күн, құрметті студенттер. Менің аты-жөнім Жұманова Айман Зейнелғабден қызы. Бүгінгі 3-ші практикалық сабағымыздың тақырыбы азаматтық саяси қайшылықтар. Бүгінгі сабағымызда қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, 1917 жылғы қазан төңкерісі және Қазақстанның саяси өмірі. Екінші, 1918-1920 жылдардағы азамат соғысы. Үшінші, 1920 жылғы Қазақ АКСР-ның құрылуы, ұлттық мемлекет құру идеясының таптық негізіндегі мемлекет құру идеясымен ауыстыру. Төртінші, 1921-1925 жылдардағы жаңа экономикалық саясат жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуы, жер-су реформасы. Бұл сұрақтардың мәнін ашу үшін қолданылатын әдебиеттер тізімі алдарыңызда ұсынылған. Бүгінгі практикалық сабағымызда қазан төңкерісінен кейінгі кеңес өкіметінің орнатудың ерекшеліктері, мәні, саяси күштердің тартысы, зардаптары мен елдің шаруашылығының күйзелуі, кеңестік Қазақстан Республикасының құрылуы күрделі жағдайда жүзеге асқандығын зерделеп, Қазақстанда кеңес өкіметінің орнауы барысы талданып, кеңестік биліктің азаматтық қарсыласу жылдарындағы саясаты мен одан кейінгі халық шаруашылығын қалпына келтіру жолындағы іс-шаралары және Қазақ АКСР-ның құрылуы мәселелері қарастырылады. Алдарыңызда картада ақпан буржуазиялық демократиялық төңкерісінен кейінгі Қазақстан суреттелген. Қазақстанда кеңес өкіметінің орнауы. 1917 жылдың басындағы ақпан революциясының нәтижесінде патша тақтан құлады. Оның орнына қос өкімет орнады. Бір жағынан негізгі буржуазиялық уақытша билік орнаса, оған балама, жұмысшы, солдат және шаруа депутаттарының кеңестері күш ала бастады. Алайда 1917 жылғы ақпан буржуазиялық демократиялық революциясының нәтижесінде орнаған уақытша үкімет халықтың мұң-мұқтажын толық шеше алмады. Ұлт мәселесі, отарлық езгі, жер мәселесі мен әлеуметтік қанаушылық өз шешімін таппады. Патша үкіметінің заңдары өз күшінде қалды. Қазақ өлкесіндегі шұрайлы шүйгін жерлер казак, орыс иеліктерінде қалса, әлеуметтік артықшылықтар кулактардың, бай-шонжарлардың қолында болды. 1917 жылдың жаз айларынан бастап барлық өлкеде қара халықтың басым көпшілігі большевиктерді қолдай бастағаны белгілі. Жұмысшы шаруалардан құрылған кеңестердің ықпалы күшейді. Бүкіл үкімет кеңестерге берілсін деген ұран қарулы көтеріліске жетелеп, уақытша үкіметті құлатуға шақырды. 1917 жылдың 24 қазанда Петроградта қарулы көтеріліс басталып, жұмысшы солдат жасақтары стратегиялық нысандарды басып алды. Ал 25 қазан күні уақытша үкімет құлатылды. Нәтижесінде большевиктер партиясы Ресейде кеңес билігін орнатады. Олар халықты өздеріне қарату мақсатында жер туралы, бейбітшілік туралы, ұлттардың тәуелсіздігі туралы декреттер жариялады. Қазақстанда кеңес үкіметі екі жолмен орнады. Ол яғни бейбіт жолмен, Қазақстанның өндірістік аймақтарында бейбіт түрде, ал казактар шоғырланған өлкелерде қарулы күшпен орнады. Қазақстанда 1917 жылғы қазан айынан бастап 1918 жылдың наурыз айына дейін кеңес үкіметі Қазақстанның ірі елді мекендері мен қалаларында орнаса, ауылдар мен селолық жерлердің басым көпшілігінде бұл үрдіс азамат соғысы басталғанға дейін созылды. – 1918-1920 жылдардағы азамат соғысы. Кеңес үкіметінің орнауы биліктен құлатылған саяси күштердің қарулы қарсылығын туғызып, ол елдегі азаматтық қарсы тұрулардың пайда болуын, онан соң азамат соғысына аласуына әкеліп соқты. Азамат соғысы дегеніміз бір мемлекеттің ішіндегі әлеуметтік күрестің неғұрлым өткір формасы, бір-бірімен жауласушы жақтардың, яғни азаматтардың үкімет билігі үшін күресі. 1917 жылдың қараша айында Орынбор казактарының атаманы Дутов кеңес үкіметіне қарсы қарулы бүлік жасады.
Оның әскерінде 17 мыңға жуық казак отряды болды. Ал 18 жылдың көктемінде оның қол астында 22 мың қылыш пен найзасы болды. Қарсылықтың негізгі орталықтарының бірі Жетісуда. Билікті 1917 жылы қараша айының басында казак әскері кеңесі өз қолына алды. 18 жылы наурызда Гурьевті генерал Толстов басып алды. Өзін Орал казактарының атаманымын деп жариялады. Кеңес өкіметі қарсыластарының негізгі соққы 1918 жылы мамыр айында жасалған Чехословак корпусының әскери тұтқындарының бүлігі кезінде жасалды. Бүлікшілер Сібір, Орал, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омбыны басып алды. 31 мамырда олар Петропавлды, маусымда Ақмолада, Атбасар, Қостанай, Павлодар, Семейді алды. Торғай облысының көп бөлігін ақ гвардияшылардың қолында қалды. Сөйтіп, Сібірде адмирал Колчак бастаған бүкіл ресейлік уақытша Сібір үкіметі орнады. 1919 жылы көктемде оның армиясында 130 мың солдат пен офицер болды. Осындай жағдайда бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің 1918 жылғы 29 мамырдағы декреті бойынша Қызыл армияны еріктілерден жасақтау тәртібін жалпыға бірдей әскери міндетпен ауыстырды. 1918 жылы жазда ұлттық әскери құрылымдары жасақтала бастады. Қазақ, мұсылман, дүнген, ұйғыр әскери бөлімдері құрылды. Азамат соғысына Қазақстан еңбекшілерімен бірге венгрлер, чехтар, немістер, поляктар және басқа халықтардың өкілдері қатысты. Кейбір деректерге қарағанда 1918 жылдың қаңтарынан бастап 1919 жылдың желтоқсанына дейін Орта Азия мен Қазақ өлкесінде 20 ұлттық әскери бөлім жасақталған. Азамат соғысы барысында елде ақтар мен қызылдар тарапынан бейбіт халыққа жасалған террор көбейді. Ресми деректер бойынша бүкіл ресейлік төтенше комитет 31.489 адамды қуғын сүргінге ұшыратқан. Оның 6185 атылып, 21236 адам түрмелер мен лагерлерге қамалған. Азамат соғысы барысында Қазақ өлкесі жалпы ресейлік соғыс майдандарының әскери қимылдарының сахнасына айналды. Қазақ жерінде Шығыс Түркістан, Орал майдандар және жергілікті жерлердегі Ақтөбе мен Жетісу майдандары ашылды. Азамат соғысында Ақтөбе майданы маңызды рөл атқарды. 1918 жылы қазанда ақ гвардияшылар Ақтөбеге шабуыл жасады. Ондағы мақсаты Орта Азия мен Оңтүстік Қазақстанға өту еді. Бірақ олардың әрекеттеріне қызылдар жол бермеді. 19 жылы Орынбор, Орал, Орыс қалаларын Қызыл армия қайта өзіне қаратып алғаннан кейін күзде қызылдардың Ақтөбе майданы әскерлері мен Шығыс майданы әскерлері қосылды. 1918 жылдың жазы мен күзінде Жетісу облысында белсенді әскери ұрыстар жүрді. Ақ гвардияшылар Іле өлкесінде Верныйды басып алды. Қазақ өлкесінің оңтүстігіне Орта Азияны өтуді көздеді. Олар Сергиополь, Үржар, Сарқан және басқа да елді мекендерді басып алды. Оларды оңтүстік аймаққа жібермеу үшін 1918 жылдың жазында солтүстік Жетісу майданы құрылды. Оның негізгі күштері Гавриловск селосындағы Талдықорған орналасып, майданға Емелев қолбасшылық етті. 18 жылдың күзінде ақ гвардияшылар солтүстік Жетісуды басып алды. Бірақ орталығы Черкас селосында болған Лепсі уезінің көп жерінде кеңес үкіметі сақталып қалған еді. Бұл селоны қорғау үшін болған шайқасқа тарихта Черкас қорғанысы деген атпен қалды. Ол 1918 жылдың маусымынан 1918 жылдың қазан айына дейін созылды. Оны талқандау үшін Колчак үкіметі Семейден атаман Анненковтың дивизиясын жіберді. Азамат соғыс жылдарында Қазақ өлкесінде ақ гвардияшылық шектен тыс қатыгездігіне қарсы партизан қозғалысы мен халық көтерілістері етек алды. Оның орталықтары Ақмола және Семей облысы болды. Олардың ішінде Қостанай мен Шиман айқы көтерілістері ерекше көзге түсті. Сондай-ақ Тарбағатай мен Алтай тау қырандары деген атпен белгілі болған партизан отрядының белсенді әскери қимылдары ақ гвардияшылардың тылына жасалған соққы болды. 1919 жылы жазда адмирал Колчактың шығыс майдандағы негізгі күштері жеңілді. Бұл жағдай батыс, солтүстік, шығыс Қазақстан және Жетісу қызылдардың үстемдігін орнатуға жағдай жасады. Жыл соңына қарай өлкенің негізгі аудандары Қызыл армияның бақылауына алынды. 1920 жылы наурызда қазақ жеріндегі соңғы солтүстік Жетісу майданы жойылды. Билікке таластан туған азамат соғысы нәтижесінде тарихи деректерге қарағанда 8 миллион адам құрбан болған екен. Партияның 10-шы съезі жаңа экономикалық саясатқа көшу туралы шешім қабылдады.
Ол бойынша мемлекеттің қолында ірі өндіріс орындары, банктер қалдырылып, мемлекеттік жерлер, кішігірім мемлекеттік кәсіпорындар белгілі мерзімге жеке тұлғаларға жалға берілді. Мемлекеттің бақылауымен жеке саудаға рұқсат берілді. Жаңа экономикалық саясаттың басты белгілері: азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастыру, салықтың мөлшері салғыртқа қарағанда 2,5 есе аз болды, жерді арендаға беруге рұқсат берілді, несие берілетін болды, айырбас және жеке саудаға рұқсат берілді, жаппай еңбек міндеткерлігі жойылды. Жаңа экономикалық саясаттың қорытындылары: жетістіктері, кемшіліктері аузларыңызда көрсетілген. 1920 жылы 26 тамызда РКФСР бүкіл ресейлік орталық атқару комитетінің төрағасы Калинин мен халық комиссиялар кеңесінің төрағасы Ленин қол қойған РКФСР құрамындағы Қазақ кеңестік автономиялық социалистік республикасын құру туралы декрет қабылдады. Астанасы Орынбор қаласы болып белгіленді. 1920 жылы 4-12 қазанда Орынбор қаласында өткен Қазақ өлкесінде кеңестердің құрылтай съезі Қазақ кеңестік автономиялық социалистік республикасы еңбекшілері құқықтарының декларациясы қабылданды. Онда Қазақ АКСР-ның құруы бекітілді. Қазақ АКСР-ның орталық атқару комитетінің төрағасы болып Сейтқали Меңдешев, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып Радус Янкович сайланды. Республиканың территориясы 2 миллион километрге жуық, халқының саны шамамен 5 миллион болды. Қазақ АКСР құрамына Семей, Ақмола, Торғай, Орал облыстары, Маңғыстау уезі, Краснозаводск уезінің бір бөлігі, Астрахан губерниясының қазақтар тұратын аумағы енді. Қазақ жерінің 2 облысы, Жетісу мен Сырдария облыстары 1918 жылы 30 сәуірде Ташкентте Түркістан кеңесінің 5-ші съезінде жарияланған Түркістан кеңестік автономиялық республикасының құрамына кірді. 1922 жылы 30 желтоқсанда КСРО-ның құрылуы туралы шартқа қол қойылды. Бүгінгі сабағымызға тапсырма. Бірінші, картамен жұмыс жасайсыздар. Қазақстан территориясындағы азаматтық соғыс майдандарын бөліп көрсетіңіз. Екінші, 1921-22 жылдарда Қазақстандағы аштық құжаттар статистикасын пысықтаңыз. Үшінші, Алашорда үкіметінің көшбасшылары туралы хабарламаларды дайындаңыз. Төртінші, салыстырмалы кесте дайындаңыз. Яғни ол салыстырмалы кесте болу керек. Әскери коммунизм және жаңа экономикалық саясат. Бұл тапсырмаларды дәптерге орындап, конспекті түрінде жазып, файлдық менеджермен жібересіздер. Ықылас қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.